бұрын біз оқуға құштар мектебі аты жылдамдық пен оқу сабағын өтеміз. Балалар бір минутта кім қалай оқиды? Қазір мына ағайлардың көмегімен оқиды. Жарай ма? Кезектесіп келеді. Al бастаймыз. Көзден дария, жел әлі арғы беттен еді. Толқындар жағаға бұрынғыш жылғып жатты. Қыз бұрқырап атқан дарияның желі күнгі күйінің тыңдады. Ол дария жағасында талай рет болған, бірақ та қазіргідей зер салып тыңдамапты. Дария бұған белгісіз үнімен тіл қатар жатқандай. Оның не деп жатқанын да түсінді. Көңілі жақын беймаза үнінен дарияның өзін сағынғанын, өзінің дарияны сағынғанын сезінді. Арғы беттен соққан жиде гүлінің иесі келді. Өзінің рақат сезімге бөленген жұпар ауаны сары қыз құмартта жұтып мейірімі қалқанша иіскеді. Егіндігі бір келгенде бала бетті ертес келермен деп ойлады ішінен. Қыз тәтті қиял құшағында жатып кенет әкесін ойлады. Әкесі есіне түскен сәтте қолындағы жылтаған Жүз сөз. Жақсы. Кім шыға балалар? Кім шыға? Кел алғашын. Енді бізге дариямыз айында өзенен Ағайын жағын. Енді мына жерге келіп, үстіндегі сілтемені басамыз. Күтеміз. Секунд өтіп. Қалың орманда Қалың орманда аралап келе жатқан бір аю бал арасына кесіп болыпты. Ағаш басындағы бал арасына тамсанып, аузын сілкейіп жұбырып, оны жегісі келіпті. Аю ағаш басына өрмелеп ұяға жақындағанда ілініп тұрған ауыр бөренеге оған кедергі жасапты. Бала ұмытылған аю бөренені итеріп жіберді. Ары серпілген ауыр бөрене аз емес салмағымен қайта оралғанда аюдың басына сар ете қалады. Қара мүйістен ожар аю ашуланып бөрені бұлдар бетер қатты итерді. Өз салмағымен қайта оралған бөрене аюдың басына сар етеді. Аюдың салмағы шымылдап баса айналды. Бұған ызаланған аю бір күшімен бөренені ішіне итеріп жібергенде қайта Bizama,
азып етті соққан жиді гүлінің иісі келді. Өзін рахат сезімге бөлінген жұпар ауаны сарғызақ қоңырда жұтып елді қаншама істеді. Енді бір келгенде бағатекті ете келгенмін деп ойлаған ішіне қыз тәтті қиял құшағында жатып кенет әкесіне бұлады әкесі. Есіне түскен сәтте қолындағы жаратылған суретке Kızın Darya Ajira'da ardı bitkinliydi. Korkunlarla burnunuşa soğup jattı. Kız bura bakkan Darya'nın jeldi kүйін тыңдады. Ол Дария жағасында талай болған, бірақ дәл қазіргідей ер салып тыңдамапты. Дария бұған белгісіз үнмен тіл қатып жатқандай, оның не деп жатқанын да түсінді. Көңілі жақын беймаза үнмен Дарияның өзін сағынғанын, өзін Дарияны сағынғанын сөзінде арғы беттен соққан жиде гүлінің иісі келді. Өзін рақат сезімге бөленген жұпар ауаны сырықсыз құмарта жұтып мейірі қанша иіскеді. Ендігі бір келгенде бала бетті ерте келермін деп ойлады. Ішінен қыз тәтті қиял ұшағында жатып кенет әкесін ойлады. Әкесі есіне түскен сәтте Әсем келді. Kızın Darya'yı әлі арғы бөлінеді. Толқындар жағынан бұрылғышы шылып соғып жатты. Қыз бұрқырап аққан Дарияның желдің күлін тыңдады. Ол Дария жағасында талай рет болған, бірақ дәл қазіргідей зер салып тыңдамапты. Дария бұған белгісіз үн мен тілі қатып жатқандай, оның не деп жатқанын да түсінді. Көңілі жақын беймаза үнмен Дарияның өзін сағымынан, өзінің Дарияны сағымынан сезінді. Арғы бетті соққан жиді гүлінің иісі келді. Өзін рахат сезімге бөленген жұпар ауаны сарқыз құмарта жұтып мейірі қанғанша иіскеді. Ендігі бір келгенде бала бетті ерте келермін деп ойлады. Ішінен
ортасында ілініп тұрған аю бөрені оған кедергі жасап тұрды. Балға ұмтылған аю бөренені итеріп жіберді. Арасы серпілген аю бөрені өз орнымен қайта оралған аюдың басына сарт ете қалды. Қара күшке сенген ожар аю ашуланып бөренені одан бетер қатты итеріп өз орнымен қайта оралған бөрене аюдың басына тағы да сарт етеді. Аюдың құлағы шықты. 78. Kalabalıklara ara kelip жатқан бір аю бала арасына кез болып ағаш басындағы бала арасымен тамсанып аузына сілтемей шұбырып оны жегізіп келіпті. Аю ағаш басына көтеріліп аюға жақындағанда ілініп тұрған аю балаға айдың басын сәт ете қалды. Қара күшке сенген ожар аю ашуланып бәріне де одан бетер қатты итерді. Өз салмағына қайта оралған бәріне айдың басына тағы да сарт етеді. Айдың құлағы шыңылдап басы айналып тұрған қыртылған аю бір күншіл бәрінен үшінші рет итеріп жібергенде қайта оралған. Жел сәлі арғы беттейді. Толқындар жағада бұрынғыша жыл соғып жатты. Қыз бұрып аққан дарияның жерді күні күйін тыңдады. Ол дария жағасында талай рет болған, бірақ әлі қазіргідей зер салып тыңдамады. Дария бұған белгісіз үнімен тіл қатты жатқандай, оның не деп жатқанын да түсінді. Көңілі жақын бейназарды үнінен дарияның өз сағынғанын, өзінің дарияның сағынғанын сезінді. Арғы бетте соққан жиде гүлінің иісі келді. Өзін рақат сезінген бөлеген жұпар ауаны сарықол құмартты. Арғы бетте соққан жиде гүлінің иісі келді. Өзін рақат сезінген бөлеген жұпар ауаны сарықыз құмарта жұтып ері қанғанша иіскеді.
сала береміз. Келмеді, кел жаныма. Не істеп шығамыз? Бәрін шығамыз. Қалмағандағы арада келе жатқан бір аю балалар арасында кез болыпты. Ағаш басындағы бал арасынан қамсаған аузын сүркелеп, шұбырып оны жегісі келіп, аю ағаш басына өрмелеп ұяға жақындағанда, ілініп тұрған ауыр бөріне оған кедергі жасапты. Бала ұмытқан аю бөренені итеріп жіберді. Серпілген ауыр бөренеден көз алмаған қайта оралғанда аюдың басына сарта ерте қалады. Қара күшке енген ожар аю ашуланып бөренені одан да бетер қатты итереді. Өз омырауынан қайта оралған бөрене аюдың басына тағы да сарт ете аюдың құлағына